Бүгінде ол бір елдің сардары, басшысы, әскерінің бас қолбасшысы. Оның есімі де қолбасшы деген мағынаны білдіреді. Ол президент қызметін атқарып отырғанына биыл 4 жыл толды. Біз айтып отырған азамат Сердар Бердімұхамедов, Түркменстан елінің жетекшісі. Оның жоғары билікке қол жеткізу тәжірибесі орталық Азия үшін ерекше жайт. Аймақтағы әлі ешбір елде мұндай билік транзиті болмаған. Әкесіне билікті мұра етіп алған Сердар 4 жылда не атқарды? Әлде жабық елдің қақпағы әлі ашылмады ма? Талдап көрейік. Сердар Бердімұхамедовтың саяси карьерасы әкесінің қызметімен тікелей байланысты. Вице-премьер Гурбангулы Бердімұхамедов 2006 жылы экс-президент Сапармұрат Ниязовтың орнына өте күмәнді жолмен жайғасқан соң, жас Сердардың да қызмет жолы өрге басты. Әкесінің толық қамқорлығымен ол сан алуан қызметті атқарды. Басшылық орындардан көрінді. Бір уақытта бірнеше қызметті атқарған кездері де болды. Осылайша жылдар бойы Түркменстанның екінші президенті елдің үшінші президентін жан-жақты өсірді. Сердар 2001 жылы Түркменстан ауыл шаруашылығы университетін инженер-технолог мамандығы бойынша тәмамдап, тамақ өндірісі қауымдастығында еңбек жолын бірден бас маман қызметінен бастады. Бірақ бір қызығы, ресми дерекке сай 2001-2003 жылдары әскер қатарында болған. Білетіндер армияға тек қағаз жүзінде барып келді дейді. Себебі әкесі бұл кезде денсаулық министрі әрі вице-премьер еді, яғни ықпалды азамат болған. Сердар 2008 жылға дейін тамақ саласында қызмет атқарған, кейін аяқ асты сыртқы істер саласына ауысты. Бұл жерде президент атанған әкесінің ықпалы болды деп топшыладық. 2008-2011 жылдары Түркменстанның Мәскеудегі елшілігінде кеңесші уәкіл болған. Қызметі аяқталар жылы Ресейдегі дипломатия академиясын аяқтады. Дипломатиялық жол Мәскеумен шектелмейді. 2001-2013 жылдары елінің Женевадағы Біріккен ұлттар ұйымының кеңсесінде кеңесші қызметін атқарған. Осы кезеңде Женева қауіпсіздік саясаты орталығының тыңдаушысы болған, яғни Сердарды сыртқы саясат саласында тәжірибемен де, біліммен де ертеректен даярлап шыңдағаны көрініп тұр. Ал 2013 жылы еліне оралып, қос қызметке қатар тағайындалады. Сыртқы істер министрлігінде Европа елдері бойынша бөлім басшысы атанса, Түркменстанның көмір-сутек ресурстарын басқару және пайдалану жөніндегі агенттікте директор орынбасары болады. Бұл елдегі ең бай әрі ықпалды ведомстволардың бірі, себебі мұнай мен газға жауапты орган болатын. Көп өтпей алдымен техника ғылымдарының кандидаты, кейін докторы атаныпты үлгерді. Ал 2016 жылдан кейін Сердар Бердімұхамедовтың саяси карьерасы жоғарылай берді. Алдымен Түркменстан парламенті меджіліске депутат болып сайланса, 2018 жылы сыртқы істер вице-министрі болып тағайындалды. Алайда бұл заң бұзу еді, себебі Түркменстан заңы бойынша азамат бір уақытта әрі депутат, әрі атқарушы билік өкілі бола алмайды. Бірақ бұл заң Сердарға қатысы жоқ болып шықты. Кейін президент Бердімұхамедов олын облыс басқаруға жіберді. Нақтырақ айтсақ, Ахал вилаятын. Алдымен орынбасар, кейін облыс әкімі болды. Бұл 2019 жыл еді. Ал келесі жылы алдымен өндіріс министрі, кейін вице-премьер атанды. 2021 жылы тағы бірнеше қызметті қос атқарды. Сердардың карьералық лифтіне қарасақ, әкесі оны өз орнына қалдыруға қатты асыққанын байқауға болады. Өйткені ұлы жыл өтпей жаңа лауазымдарды алмастырып отырған. Сөйтіп 2022 жылдың наурыз айында ақыры Түркменстан президенті болып сайланды. Бұл елдегі демократия деңгейі мен әкесінің қамқорлығын ескерсек, президент болып тағайындалды деген сөз. Дұрысырақ әрине. Себебі ол 40 жасында бір елдің басшысы атанды, бірақ 65 жастағы Аркадак Гурбангулы Бердімұхамедов президенттіктен кетуге неге асықты? Асықты деуге тағы болмас, себебі 15 жыл ел басқарды, бірақ орталық Азия өлшемімен қарасақ 65 жас зейнетке демалысқа асығатын жас емес еді. Ендеше мәселе неде? Болжам көп. Соның негізгісі Түркменстандағы
жоғары билікті отбасыда сақтап қалу, яғни әкесі аман тұрғанда баласын билікке әкеліп позициясын нығайтып алу, елге саяси элитаға мойындату, осы саяси транзитті өзі басқару, оған қоса биліктің баласында қалуы әкесіне де пайдалы, себебі аяқ асты басқа кісі билікке жетсе, оның зейнеткерлігі тыныш болмасы анық еді. Ал ұлы президент атанса, ұйқысы тыныш. Оған қоса BBC сайтының болжамы бойынша Гурбангулы Бердімұхамедовтың билікті баласына беруге асығуының тағы бір себебі қант диабетіне шалдығып, оның асқынуы, яғни сау кезінде билікті баласына табыстау. Бұл болжамға негіз болуы да мүмкін, себебі 2021 жылы Гурбангулы Бердімұхамедовтың әкесі Мәлікгүлі Бердімұхамедов көз жұмған еді. Ол кісіде қант диабетімен ауырған екен, яғни бұл кесел тұқым қуалауы мүмкін. Сонымен ұзын сөздің қысқасы, Сердар Бердімұхамедов 4 жыл бойы Түркменстан президенті қызметін атқарып келеді. Ішкі саясатта айтарлықтай өзгеріс жоқ, қатаң саяси жүйе, қатаң бақылау. Ара-тұра әйел кісілердің құқығын шектейтін заңдар шығады. Сыртқы саясатта да бейтарап позициядан бас тартпады, алайда талай елге өзі аттанып, әлем лидерлерімен кездесіп, Сердар әкесінің көлеңкесінен шықты. Дегенмен экс-президент Гурбангулы Бердімұхамедов қызметтен кеткенімен биліктен кеткісі жоқ. Ол 2023 жылы халық мәслихатын құрып, оған өзі төрағалық етеді. Бұл парламенттің жоғарғы палатасы. Алайда құзыреті кең, тіпті оның құрамына президент те кіреді. Яғни әкесі билік тізгінін баласына толық бермегенін, өзі әлі де көп шешімді қабылдайтынын аңғару қиын емес. Сердар Бердімұхамедов те қарап отырған жоқ. 4 жылда әкесінің біраз үзеңгілестерін қызметінен алып, өз адамдарын тағайындап үлгерді. Олардың арасында экономика, ішкі істер министрі, бас прокурор бар. Тіпті әкесінің қарындасы Гүлнабат Довлетованы да Қызыл Жартай ұлттық қоғамының бас директоры қызметінен алып тастады. Бұл қадамдар өз әкесі экс-президентке қауіп белгісі болды ма? Ол шетелде жүрген қызын Сердардың әпкесі Огулжахан Атабаеваны елге келіп, саяси алаңға шығарды. 2024 жылы мұқтаж балаларға көмек көрсету қайырымдылық қорының вице-президенті етіп тағайындады. Саяси қызмет емес, бірақ Гурбангулы Бердімұхамедов қызын шетелдерге бірге апарып, шеттен келген лауазымды қонақтармен кездестіріп жүр. Бұл Сердарға жасалып жатқан балама күш пе, әлде енді Түркмен елін бір отбасының 3 өкілі басқаруы ма белгісіз, бірақ анығы біреу. Түркменстанда жалғыз отбасының саяси билігі толық орнаған әрі бекіп жатыр.